Қайырлы күн, қадірменді Рика телеарнасының көрермендері. Және де біздің тұрақты телекөрермендеріміз. Әдеттегідей сіздермен бірге әр жексенбі сайын эфирге шығатын Тіл ордасы бағдарламасы және де оның жүргізушілері Кристина және Марат. Достар, хабарымыздың әр санында қызықты тақырыптарға тоқталып, қазақ тілін үйреніп келеміз. Сол сияқты жаңа сөздермен танысып, сөздік қорымызды байытып, сіздермен бірге мемлекеттік тілді меңгерудеміз. Олай болса, алдағы 20 минут ішінде бізбен бірге болыңыздар. Қазақ тілін бірге үйренейік. Достар, бүгінгі сабағымызда киноиндустрия жайында сөз қозғамақпыз. Кристина, сабағымызды бастамас бұрын саған бір сұрақ қойсам бола ма? Құлағым сенде. Кино өнері дегенде қалай түсінесің? Өнері, в этом искусстве на первом месте Голливуд, конечно же. Дұрыс айтасың. Бірінші орында Голливуд. Дегенмен де шет елдің өзіндік орны бар. Атақты үнді елінің Болливудты да ұмытпаған жүр. Дұрыс айтасың. Үндінің атақты әннің биін айтсаңшы. Бірақ маған больше өзіміздің көршілеріміздің ресейліктердің фильмдері жақын. Ресей елінің фильмдері? Солай. Ну и, конечно же, наше отечественное кино. Марат, отечественное қалай болады? Отечественный аудармасы отандық. Онда өзіміздің отандық киномызда күшті. Құрбым, сенімен толықтай келісемін. Бүгінгі таңда Қазақстанның кино өнері күннен күнге дамып келеді. Және де мен сол үшін өте қуаныштымын. Мен де. Марат, жаңа сөздерді бір қайталап алайық. Дұрыс айтасың, Кристина, ұмытып кете жаздадың. Олай болса, құрметті көрермендер, жаңа сөздерді жазып алайық. Дайынсың ба, Кристина? Дайынмын, Марат. Олай болса, бастайық. Алғашқы сөз алтын қор, золотой фонд. Тоқтай тұршы, жазып алайын. Алтын қор, золотой фонд. Келесі сөз көркем фильм, художественный фильм. Көркем фильм, художественный фильм. Деректі фильм, документальный фильм. Деректі фильм, документальный фильм. Мультипликационный фильм. Мультипликациялық болып қала береді. Мультипликациялық. Многие слова в казахском языке не переводятся. Да, есть и те, которые вообще никак не переводятся. Например, научный персонаж. Жоқ, ол сөздердің аударымы бар. Мысалы, научный ғылыми персонаж, кейіпкер. Научный ғылыми персонаж, кейіпкер. Образ, бейне. Подвиг, ерлік, достижение, жетістік. Приз, награда, жүлде, цель, мақсат, уважение и почет, құрмет. Гонорар болып қала береді. Гонорар, қаламақы. Марат, киноны қалай түсіреді екен? Ощутиться бы на съемочной площадке какого-нибудь известного фильма. Гарри Поттер, например. Видеть их студию, реквизиты, съемочную площадку, актеров. Ой, аударылмайды ғой, Кристина, аударылмайды. Кристиночка, ғаламтор арқылы көп нәрсеге қол жеткізуге болатынын ұмытпағаннан абзал. Дұрыс айтасың. Барып көрейік. Кеттік. Так, киноиндустрия. Ого, по этому запросу всего очень много. Реги, қазақ кино өнері туралы парақшасын ашшы. Смотри, сколько очень нужной и полезной информации. Кино өнері өнердің бір саласы, кинематографияның техникалық негізде қалыптасқан көркем шығармашылық түрі. Кино өнерінің даму жолы шартты түрде 4 кезеңге бөлінеді. Алғашқы кезеңі тұңғыш киноның шыққан жылы 1895 ағайынды Луи және Огюст Люмьерлері ойлап тапқан. Дұрыс айтасың, ағайынды Люмьерлер алғашқы режиссерлер болған.
қазақ кино өнерінің негізі 1930 жылы салынған. Яғни сол кезде қазақ ең алғашқы фильм Түрксіб темір жол туралы деректі фильм болған. Және де қазақ елі көрген ең алғашқы дыбысталған фильм 1938 жылы Амангелді фильмі болып есептеледі. Сол фильмнің режиссері Шәкен Айманов болған. Ал негізі салынған қалай деп аударылады? Негізі салынған основы казахского кинематографа болып аударылады. Тағы да айта кетерім, Амангелді фильмі қазақ кино өнерінің алтын орнына кіреді. Соңғы уақыттарда интернет жылдам дамып келе жатқанына қарамастан, жер бетіндегі адамдардың көп бөлігі әлі де болса сиқырлы қобдишадағы кинодан бас тартар емес. Оған дәлел мемлекетімізде жыл санап кинотеатрлар санының артуы. Әлемдік киноның даму жолын үлкен 4 кезеңге бөліп қарауға болады. Алғашқы кезеңі тұңғыш киноның шыққан жылы. Әрине, кино пайда болысымен түрлі түсті дыбысты болып шыққан жоқ. Ол көптеген асулардан өтіп, дәл қазіргі қалпына келді. Алғаш кино жанды фотография түрінде пайда болып, көп кешікпей көркем фильм, деректі кино және ғылыми көпшілік кино деп аталатын 3 салаға бөлінді. Тұңғыш фильмдерде баяндалатын оқиға таспаға ірі бөлшектермен түсіріліп, бір-бірімен астына жазылған мәтіндер арқылы ғана жалғасатын еді. Кинода дыбыс болмағандықтан актерлер сөйлейтін сөздің орнын театрлық шебер ойымен, бейнелі ыммен толықтырды. Кино өнері дамуының екінші кезеңі 20 ғасырдың басынан басталды. Бұл дыбыссыз киноның өз алдына өнер болып қалыптасқан кезі. Кино өнері дамуының үшінші кезеңі 20 ғасырдың 30-40 жылдарын қамтиды. Бұл кезеңде кино таспаға дыбыс жазу техникасы игерілді. Кино драматургия қауырт өткенде де дыбысты киноның пайда болуы актерлер шығармашылығына кең жол ашты. 100 жылдық тарихы бар кино Қазақстанға кешігіп келді. Қазан төңкерісінен кейін пайда болған қазақ киносының алғашқы туындысы Амангелді деп аталды. Ленфильм студиясында түсірілген көркем фильм ұлт батыры Амангелді Иманов туралы болатын. Оның режиссері Марк Левин болса, Амангелдіні сомдаған әртіс Елубай Өмірзақов еді. Міне осылай алғаш қазақ киносы өмірге келді. Сұрапыл соғыс жылдарында Мосфильм мен Ленфильм киностудиялары бөлімшесінің Алматыда болуы қазақ киносының одан әрі өркендеуіне әсерін тигізді. Достар, қажетті мәліметті ары қарай жинастыруды жалғастырамыз. Ал сіздерге әдеттегідей хабарымыздың басты бөлігі грамматика сабағына да назар аударыңыз. Сөздерді өзара байланыстыратын жалғаулардың бірі септік жалғаулары. Қазақ тілінде 7 септік бар. Септік түрлері: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Атау септігінің сұрақтары мен жалғаулары: кім, не деген сұраққа жауап береді. Ілік септігінің сұрақтары: кімнің, ненің. Жалғаулары: ның, нің, дің, дің, тың, тің. Барыс септігі: кімге, неге деген сұраққа жауап береді. Жалғанатын жалғаулары: ға, ге, қа, ке, на, не, а, е. Табыс септігінің сұрағы: кімді, нені. Сұрақтарға жауап береді. Жалғаулары: н, н, д, д, т, т. Жатыс септігі: кімде, неде. Жалғаулары: да, де, та, те, нда, нде. Шығыс септігінің сұрақтары: кімнен, неден деген сұрақтарға жауап береді. Жалғаулары: нан, нен, дан, ден, тан, тен. Көмектес септігі: кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Және жалғаулары: мен, бен, пен жалғаулары. Мысалы, әжем теледидардан түрік сериалын көріп отыр. Ағаммен бірге киноға бардым. Онда қазақ халқының жоңғарларына қарсы күресі суреттелген. Фильмнің мақсаты жастарға өз елін, өз жерін құрметтеуге тәрбиелеу. Кристина, қазақтың қандай киноларын білесің? Жау жүрек, мың бала, жетімдер, шал. Ал мен жүрек, 'Менің атым Қожа', балалық шағымның аспаны секілді фильмдер.
Солай ма? Ни разу не слышала. Қазақша түрін айтшы. Жарайды ұстазым. Хабарым жоқ. О, Мұрат, кинотеатр. Қандай фильм болып жатқанын біліп шықсақ қайтеді? Жарайды, кеттік. Қараш, какой мультик классный. Как изучить закона 2. 26 маусым. Қазақшасы қалай болады? Оңай емес пе, Кристина? Айдаһарды қалай қолға үйретуге болады? Екінші бөлімі. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қандай киноға көруге келдіңіз? Білмеймін, а какие есть? Я хотела бы на Годзиллу. Годзилла бізде өтіп кетті ғой. А на Гранище? Ол да басталып кетті. Не болды, Кристина? Не деп жатыр? Билеті қаншадан екен? Билеті 800-ден, студенттерге скидка. Студенттерге жеңілдік. Жеңілдік. Кристина, саған фантастикалық жанр ұнай ма? Я, маған барлық жанрдағы күрделі түсірілген фильмдер ұнайды. Кейде тек кейіпкеріне қаратамын. А саған ше? Жүр, ол туралы отыр. Как раз қай фильмге барамыз, будет ясно. Қай фильмді таңдайтынымызды анықтап алайық. Сонымен, какие жанры тебе нравятся? Маған экшен, фантастикалық, директ фильмдер, ерлік пен жетістік, кейде қол жетпейтін мақсат жайында мелодраманы қарауға ынтам оянады. Ого, қызық екен. Қарапайым Гарри Поттер ұнай ма саған? Әрине ұнайды. Интернеттен Гарри Поттер қалай түсірілгенін қарасақ қайтеді? Интернеттен, ғаламтордан, Марат. Я дұрыс айтасың. Так, как снимали Гарри Поттера? Гарри Поттер фильмін қалай түсірген? Гарри Поттер фильмі қалай түсірілді? О, как круто. Қайда көрсетші? Итак, интересные факты о фильме «Гарри Поттер». Гарри Поттер фильмі туралы қызықты ақпарат. Интересные факты. Қызықты дәйектер. Так, компания Warner Brothers на протяжении 10 лет қалай болады? 10 жыл бойы. На протяжении 10 лет. 10 жыл қатарынан. 10 жыл бойы снимала фильм о Гарри Поттере в студии Ливингстон, Великобритании. Ұлыбританияда Ливингстон студиясында түсірген. Это очень большая студия. Үлкен студия. Студия, в которой можно ознакомиться со всеми технологиями, которые использовали при съемках фильма. При съемках фильма фильмді түсіру барысында. Ого! Хорошо, Наван. Так, огромный паук Арагог был настоящим роботом, конечности которого двигались при помощи двигателей. Им управляло около 100 человек. Үлкен өрмекші Арагог нағыз робот болған. Оның дене мүшелері арнайы қозғалтқыштар арқылы 100 шақты адам қозғаған. Кристина, мен саған бір жерді көрсеткім келеді. Осы кинотеатрдың жүрегіне кіргің келе ма? Я, әрине. Надеюсь, ты про то, что я думала? Я дұрыс түсіндің. Кинотеатрдың басты қазынасы фильмдерді сақтайтын бөлме. Отлично, пойдем. Кеттік. Саламатсыздар. Қош келдіңіздер. Қандай көмегіміз керек? Саламатсыз ба? Біз кино жайлы көбірек ақпарат жинап жатырмыз. Мәселен, менің құрбым киноны қалай қосатыны, оны кім қосатыны, өзіңіздің жұмысыңыз туралы айтып берсеңіз. Керек уақытында келген екенсіздер. Қазір сеанс басталайын деп жатыр еді. Қазір сеанс бастайды. О, керемет екен. Пришли вовремя. Дәл уақытында келген екенбіз. Мен осында күнде механик болып жұмыс жасаймын. Қазір мына 2:30-дағы сеансты бастаймыз. 2:30-дағы сеансты бастаймыз. А что вы сейчас делаете? Қазір не болып жатыр? Қазір мына 2:30-дағы сеансты дер кезінде бастады, қосылды. Ал мынау не нәрсе, қандай аппарат бұл? Бұл
бұрынғы миопятхвадин деген лентамен жұмыс жасайтын аппарат еді. Одан кейін бұдан 1 жыл бұрын жаңа цифровой аппарат әкелді. Сол қазір цифровой аппаратпен жұмыс жасап жатырмыз. Это ленточный аппарат, а это цифровой. Я дұрыс айтасың, мынау ленталық аппарат, мынау қазіргі заманғы цифрлы проекторлер. Наверное, сейчас и фильм этим показывают. Әрине осымен көрсет, анау бұрынғы заманның сол кездегі проекторлер. Қазақстандағы кинофильмдер көрсетілім қызметі соңғы бірнеше жылдардың ішінде қарқынды даму үстінде. Еліміздегі пайдаланудағы кинотеатрлар мен кинозалдардың саны кинофильмдер көрсетілім қызметінің негізгі іргетасы болып саналады. Қазақфильмнің берген деректері бойынша республикада жалпы жабық кинотеатрлар саны 2002 жылы 68 болса, 2011 жылы 92-ге жеткен. Бірақ солардың тең жартысы ғана заманауи жаңа құрылғылармен жабдықталған. Соңғы 12 жыл ішінде республикада 25-тен аса жаңа заманауи кинозалды кинотеатрлар ашылды. Қазақстан нарығындағы заманауи кинозалдардың басым сегменті болып бір залдылар саналады. Бұл кинотеатрлар саны бойынша 64% құрайды. Жалпы алғанда еліміздің тұрғындарын кинозалдармен қамтамасыз ету жылдан жылға көбейіп жатыр. Соңғы бірнеше жыл ішінде еліміздегі кино көрсетілім қызметінен түскен табыс 8,5 миллиард теңгені құрады. Қалай балдар, мына аппаратныйда болып жатқан жұмыс барысы сіздерге ұнады ма? Әрине ұнады, сізге көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Қош, сау болыңыздар. Қош, сау болыңыз. Бір ғана адамға айтылған сөз. Рахмет, сау болыңыз. Марат, маған өте ұнады. Көрде тұр, бір күні қызықты фильмге немесе атақты туындының тұсаукесеріне келерміз. Обязательно, как-нибудь. Мінеки достар, осымен тіл ордасы бағдарламасы аяқталды. Келесі аптада мейрамханаларды аралайтын боламыз. Қызықты сәттерді жіберіп алмаңыздар. Сонымен достар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты жаңа сөздерді есімізге түсіріп көрейік. Алтын қор, золотой фонд. Алтын қор, золотой фонд. Келесі сөз көркем фильм, художественный. Көркем фильм, художественный фильм. Деректі фильм, документальный фильм. Деректі фильм, документальный фильм. Мультипликационный фильм. Мультипликационный, мультипликациялық. Научный персонаж. Научный, ғылыми, персонаж, кейіпкер. Гонорар болып қала береді. Гонорар, қаламақы. Ең алғашқы фильм түрксіб темір жол туралы деректі фильм болған. Деректі фильм, документальный фильм. Кино өнерінің алтын қорына кіреді. Алтын қор, золотой фонд. Как раз қай фильмге барамыз, будет ясно. Қай фильмді таңдайтынымызды анықтап алайық. Давай определимся, какой выберем фильм. Гарри Поттер фильмін қалай түсірген? Гарри Поттер фильмі қалай түсірілді? Как снимался фильм Гарри Поттер? Гарри Поттер фильмі туралы қызықты ақпарат. Интересные факты. Қызықты дәйектер. Да, компания Warner Brothers на протяжении 10 лет. На протяжении 10 лет қалай болады? 10 жыл бойы. На протяжении 10 лет. 10 жыл қатарынан. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Қош, сау болыңыздар. Қош, сау болыңыз. Бір ғана адамға айтылған сөз. Тұрақты көрермендеріміздің барлығына алғыс айта отыра, баршасына қош, сау болыңыздар дегім келеді. Келесі аптада кездескенше достар.